Сәлем достар, бүгін тағы да қызықты әңгімені айтып бергім келіп отыр. Арнаға жазылып тіркелуді ұмытпаңыздар. Еркек қызды болдың деген жүрек жарды жаңалықты ести сала, бір жетіге демалыс алып ауылға келді. Тұңғышын өмірге әкелген жарына бір құшақ гүл алып ұшып перзентханаға жетті. Сол жерде сыныптасы Архат пен Аршынды көріп қалды. Олар да ұмар-жұмар боп құттықтап жатты. Әке болғаныңды жумаймыз ба? Деді Архат перзентханадан қайтар жолда. Мұндай қуанышты атап өту міндетім, бірақ дей беріп еді Аршын, бірағыңды қоя тұр, темірді ыстығында баспақ болар, қайда барамыз? Деді жеңіл көлігін есігін аша беріп. Сарандық танытты демесін деп. Өздерің біліңдер, деді жеңіл күліп. Саунаға барып бір дем алып қайтсақ қалай қарайсыңдар, деді Архат. Аршын бойын желге алып, табылған ой, көп болды бармағалы деп еркеге көз жүгіртті. Үшеуі ыстық бу қабылдап болған соң денелеріне жамылғы жауып сыр ашты. Өткен кеткенде еске алып әзілдесіп отыр еді, сыртқы есік ашылып 18-20 жастағы Аршын төсті үш сұлу кіріп келді. Әлгінде Аршынның телефон арқылы әлдекімдерді шақыртып жатқанын еркенің құлағы шалғанды. Енді өні бұзылып, жігіттер, бұларың қалай? Өзіміз отырамыз деп едік қой, деді. Қам жеме, бұл біздің қалтамыздан, деді Архат алақанын ысқылап. Аздан соң Архатта Аршында бір қызды ертіп көрші бөлмелерге кіріп кетті. Ерке өзін қалай ұстарын білмей дал. Өзімен оңаша қалған қыздың иығына төгілген қалың шашы, ақ дидары бар еркін жаулап барады. Әйел затына деген құмарлығы ояна бастағанында рас. Дегенмен арын сақтап нәпсісін тие алды. Құр отырғанша әлде қызығушылығы артып, әңгіме қылалық, есің кім, деді. Ақсұлу. Осы күнге дейін жезөкшемен бетпе-бет кездеспеппін. Соңына тілін тістеп, кешір, сені айтпаған едім. Ойындағыны айтып салдың, жарайсың, деп күрсінді де орындыққа жайғасты. Ішпейсіз бе? Деді Ақсұлу. Жоқ, сусын ішіп отырмын. Онда мен ішемін, деп шөлмектегі сыраны ұрттап қойып, темекісін тұтатты да, уақытымыз аз, уақыт ақша екен білесің, деді. Тәнін саудалап отырған мына бойжеткенді ерке шын аяды. Бір жағынан жаны жеркенді. Аласың ақшаңды. Атаның бар ма? Деді қабағын түйіп. Ақсұлу қарсысында отырған жанға ерсі қылықтары тым ұнамайтынын сезіп, табиғи болмысына түсіп, бар, деді. Не іс түсті басыңа? Қалай келдің бұл жолға? Оншалықты майың тамызып айтатын өмірбаяным жоқ менің, деді. Ажары сынып үнсіз қалды. Ұяты оянғанын сезген ерке сөздерін буа сөйледі. Зина жасау кешірілмес күнә. Екі дүниеде де Алланың қаһарына ұшырайсың. Ақыретте жаратқанның жүзі сенен теріс айналады. Қаласаң көмектесейін, Алматыға кел. Адал еңбекпен ақша табасын, оқуға түсесің, кеш батып барады. Райыңнан қайтар болсаң, деді де тілдей қағазға телефон нөмірін жазып, қолына ұстата салды. Құрдастарын күтпестен даяшымен есептесті де үйіне қайтты. Ерке әйел перзентханадан шыққан соң 3 күн жанында болды да Алматыға қайта кетті. Анасы кетерінде, балам, енді балалы болдың, көз алдымызда бол, құрылыс ісі мұнда да жетеді, деген. Бір күні Еркенің телефонына бейтаныс нөмірде қоңырау соғылды. Айсұлу екен. Күтіп алды. Ертесіне ақ дүкенге сатушы етіп жұмысқа тұрғызды. Айсұлу пәтер тапқанша Еркенің қызметтік пәтерінде тұрды. Ақсұлудың таңғышықтай мөлдіреген көздеріне ұялған қайғы бұлты сейіліп, жүзі нұрланып сала берді. Өйткені ұмытып көңілді жүруге тырысты. Ерке жұмыстан келгенде кешкі асын дайындап күтіп отырды. Ерке
Сүйеніш, таяныш болатын ағалық мейірімнен арыға бармады. Өмірін алда, жібі түзу жігіт тауып, ерге шық деп ақылын айтады. Ерке бір бөлмелі арзан пәтер тауып, Ақсұлуды қуантайын деп жұмыстан ертерек келген. Ақсұлу бір уыс боп егіліп жылап жатыр екен. Ерке оны бауырына басып төсіне қысты. Ақсұлу өз қамқоршысына жас баладай тығыла түсіп, өткенім есіме түскенде ішім удай ашиды. Мендей күнәһарды Құдай кешпейтін сияқты деп көңілі сынып, ыза болып мұңын шақты. Ерке пәтер жайлы ештеме айтпады. Ақсұлу бірінші жалақысын алып, қарт анасына жіберді. Екеуі ағалы қарындастай күн кешті. Өміріне бақыт сілтеп, жөнге салған Еркенің үмітін ақтағысы келіп, барын салды. Тек тағдырдың араздығы оған ырық бермеді. Бүгін құрылыс басында жиналыс болып, Ерке үйге күндегіден кеш оралды. Ас бөлмесінде сыра ішіп отырған Аршынды көріп, сасып қалды да, қалай таптың деді. Телефонын үйде қалдырып кеткені есіне түсті. Өз сұрауына жауап алғандай болды. Ерке Аршынның қылмыс жасап қашып жүргенін естіген. Енді басына бөтен ойлар келе бастады. Аршын орнынан тұрып амандасқанда құшағын ашып қолын созып еді. Ерке оның қолын қағып жіберді де, қайда ол деді. Аршын басын кіжірейтіп, жезөкшең бе? Сайқал, көрмейсің бе бет-аузымды тырнап тастағанын дей беріп еді. Ерке оның жағасынан алып итеріп жіберді. Удай мас екен, шалқасынан құлады. Ерке жуынатын бөлме есігін бұзып кіргенде, Ақсұлудың ес-түссіз киімі жыртылған күйде еденде жатқанын көрді. Оның әппақ жүзінде Аршынның ауыр соққысынан қалған көгерген іздер мен қан жоса болған ерні Еркенің зығырданын қайнатты. Ақсұлу, көзіңді аш, Ақсұлу! Ерке оны көтеріп алып, диванға жатқызды. Бойжеткен әрең дем алып, көзін ашқанда жанарынан қорқыныш пен ластықтан жеркенген үрейді көрді. Аршын болса, ас үй жақта әлі де сенделіп, аузына келгенін айтып айғайлап жатқан. Ей, Ерке, оңбаған екенсің ғой. Ауылдағы әйеліңді алдап, саунадағы қатынды пәтеріңе тығып ұстап отырсың ба? Мені де ортақтастырсаң қайтеді, деп қарқылдап күлді. Ерке бөлмеден атылып шықты. Оның бойындағы ашу-ыза шегіне жеткен еді. Ол Аршынның жағасынан қайта ұстап қабырғаға тақады. Сен тек қана достыққа емес, адам деген атқа кір келтірдің. Оның өткені сенің ісің емес. Ол қазір менің қарындасымдай адам. Дәл қазір табаныңды жалтырат. Әйтпесе полиция шақырам. Сенің іздеуде жүргеніңді білемін. Аршынның көзі алақ-жалақ етіп, өңі қуарып кетті. Ол Еркенің қалтасындағы телефонына жармаспақ болды. Бірақ Ерке оны есікке қарай итеріп жіберді. Аршын, кетер алдында әлі көреміз. Бұл қыз саған бақыт әкелмейді деп ысылдап шығып кетті. Арада 3 күн өтті. Ерке Ақсұлуды жұмысына апарып, оған барынша қамқорлық танытып жүрді. Алайда Аршынның сөзі Еркенің көкейінен кетпеді. Бір күні кешкісін жұмыстан оралса, үйінің алдында полиция көлігі тұр. Еркенің жүрегі жамандықты сезгендей дүрсілдеп қоя берді. Ерке мырза, сіз бе? Деді тергеуші формасындағы ер адам. Иә, не болып қалды? Пәтеріңіздегі бойжеткен Ақсұлу, ол ауыр халде ауруханаға жеткізілді. Оны біреу улаған сияқты. Ерке ауруханаға жеткенде Ақсұлу жансақтау бөлімінде жатты. Дәрігерлер оның қанынан сирек кездесетін адамның жүйке жүйесін сал қылатын улы зат тапқан. Ерке есін танып қала жаздады. Бұл Аршынның ісі ме, әлде басқа ма? Детективті шиеленіс болып кетті. Ерке өз бетінше зерттеуге кірісті. Ол Ақсұлудың бөлмесін
мұқият тексеріп, төсегінің астынан шағын күнделік тауып алды. Күнделікте Ақсұлу өзінің өткен өмірі туралы ғана емес, Еркенің пәтерінде тұрып жатқан, оған белгісіз біреуден келіп жүрген қоқан-лоққы хаттар туралы жазған екен. Хаттардың бірінде сен тым көп білесің, сол түні Архат пен Аршынның әңгімесін ұмытпасаң, өмірімнен қоштасасын деген сөздер бар еді. Еркенің төбесінен мұздай су құйып жібергендей болды. Саунада болған сол түні Архат пен Аршын басқа бөлмеге кеткенде, Ақсұлу олардың үлкен бір қылмысты талқылап жатқанын естіп қойған ба? Ерке дереу Архатты іздей бастады. Бірақ Архаттың үйіне барғанда, оның бір апта бұрын жол апатынан қайтыс болғанын естіді. Бұл кездейсоқтық емес еді. Ерке Ақсұлудың телефонына келген соңғы хабарламаларды тексеріп, Аршынның жасырған жерін анықтады. Ол қала сыртындағы ескі қоймалардың бірінде тығылып жатыр екен. Ерке жалғыз барудан қорықпады. Қоймаға кіргенде Аршынның біреумен телефон арқылы сөйлесіп тұрғанын көрді. «Иә, бәрін бітірдім. Ақсұлу енді сөйлемейді. Ол улы дәріні шайіне қосып берін. Архат та ауыз бастырық болды. Енді тек Ерке қалды. Оны да бір жақты етемін». Ерке шыдай алмай атылып шықты. Екеуі қоян қолтық төбелесе кетті. Аршын қалтасынан пышақ суырып алды. Бірақ Ерке құрылысшының шымыр денесімен оны тез басып түсті. Дәл осы сәтте қоймаға полиция қызметкерлері сау етіп кіріп келді. Ерке келер алдында тергеушіге хабар беріп үлгерген екен. Аршын қамауға алынды. Белгілі болғандай, Архат пен Аршын ауылдағы бір кәсіпкердің ірі көлемдегі ақшасын тонап, оны өлтіріп кеткен екен. Саунада олар осы ақшаны қалай бөлісуді талқылағанда, Ақсұлу бәрін естіп қойған. Архатты Аршынның өзі артық куәгер ретінде көзін жойған. Бір айдан соң Ақсұлу есін жинап, беті бері қарады. Ерке оны ауруханадан шығарып алды. «Ерке аға, сіз мені екінші рет өлімнен құтқардыңыз», деді Ақсұлу көзіне жас алып. Ерке күлімсіреп, «Жақсылықтың ерте кеші жоқ. Енді Алматыда қалудың қажеті жоқ. Ауылға қайтайық. Әйелім мен қызым сені күтіп отыр. Менің қарындасым болып, анама көмектесесің», деді. Ерке ауылға оралғанда оны жары құшақ жая қарсы алды. Ол Ақсұлудың тарихын жасырмай бәрін түсіндірді. Ауыл шетіндегі жаңа салынған үйдің ауласында кішкентай сәбидің іңгәлаған дауысы естілді. Ерке адалдық пен адамгершіліктің арқасында бір жанды батпақтан алып шығып, өз отбасының бақытын еселей түсті. Ал Ақсұлу болса, өткеннің қараңғы күндерін артқа тастап, шынайы мейірімнің не екенін түсінді. Арада бір жыл өтті. Ақсұлу Еркенің ауылында тұрақтап, оның анасына қолғанат болып, Еркенің жарымен туған әпкелі сіңілідей болып кетті. Ол өткен өмірін ұмытып, жаңа параға ашқан еді. Бірақ тағдырдың тағы бір сынағы табалдырықтан аттағалы тұрған болатын. Бір күні ауылға Нұрсұлтан есімді жас жігіт келді. Ол ауылға жаңадан тағайындалған учаскелік полиция инспекторы екен. Нұрсұлтан қаладан ауысып келген, мінезі тік, бірақ жүрегі жұмсақ, ісіне адал жігіт болатын. Еркенің үйіне құжаттарды түгендеу мақсатында келген ол, аулада гүл суарып жүрген Ақсұлуды көріп тұрып қалды. Оның мөлдіреген жанары мен сабырлы жүзі Нұрсұлтанның жүрегін бірден жаулап алды. Ерке мен Нұрсұлтан тез тіл табысты. Нұрсұлтан Еркенің үйіне жиі келетін болды. Ақсұлуда бұл жігіттің бойындағы тазалықты, мәдениеттілікті сезініп, оған деген іштей бір жылылық оянды. Алайда өткен күннің қаяуы оның еркін сөйлеуіне, бақытты болуына кедергі еді. Бір күні Нұрсұлтан Ақсұлуға сөз салмақ болып, оны өзен жағасына серуенге шақырды.
Ақсұлу, мен сені алғаш көргеннен ақ ұнаттым. Өмірімді сенімен байланыстырғым келеді, деді ол ақтарылып. Ақсұлудың өні қуарып кетті. Ол үнсіз жылап жіберді де, ол өзін Нұрсұлтан сияқты адал жігітке лайық көрмеді. Дәл осы күндері ауылда тыныштық бұзылды. Көрші ауданның банкіне шабуыл жасалып, қылмыскердің бір-бірі осы ауыл маңындағы тау шатқалына тығылғаны туралы хабар келді. Нұрсұлтан түн демей күн демей іздестіру жұмыстарына кірісті. Бір түні Еркенің үйінің терезесіне біреу тас лақтырды. Ақсұлу сыртқа шыққанда қара көлеңкені көрді. Ол жерде бүктелген қағаз жатыр екен. Хатта: мен тірімін, түрмеден қаштым, сенің қайда екеніңді таптым. Егер менімен кездеспесең, мына полицей жігітіңе бар шындықты айтам. Кім болғаныңды, қайда болғаныңды бәрі біледі. Түнде ескі диірменнің жанына кел, Аршын, деп жазып қойған екен. Ақсұлудың төбесінен жай түскендей болды. Аршын түрмеден қалай қашқан? Неге ол бұдан қалмайды? Ақсұлу Еркеге де, Нұрсұлтанға да айтпай тәуекелге бел байлады. Ол түнделетіп ескі диірменге барды. Қараңғы бұрыштан үсті басы малмаңдай су, сақалы өскен Аршын шығып келді. Ол банк тонаған қылмыскерлердің бірі болып шықты. Сонымен Ақсұлу болып арыңды тазалап жүрсің бе? Деп ол мысқылдап күлді. Маған ақша керек. Пәтердегі ақшаны Ерке қайда тыққанын білесің. Соны айтсаң, сені жайыңа қалдырам. Ақсұлу қорықпады. Мен енді бұрынғы қорқақ қыз емеспін. Сенің орның темір тор, деп айқайлайды. Аршын оған тап бергенде диірменнің есігі тарс ашылып, Нұрсұлтан кіріп келді. Ол Ақсұлудың күдікті әрекетін сезіп, соңынан аңдып келген екен. Қолыңды көтер. Нұрсұлтан тапаншасын кезеді. Бірақ Аршын пышағын Ақсұлудың тамағына тақап, оны қалқан етіп ұстады. Дәл осы сәтте сырттан Ерке де жетті. Ол ескі соқпақ жолды жақсы білетін. Ерке диірменнің төбесіндегі ескі терезеден секіріп түсіп, Аршынның қолындағы пышақты қағып жіберді. Қысқа ғана алыс-жұлыстан соң Аршын құрықталды. Бұл жолы ол өмір бойына сотталатындай ауыр қылмыс жасаған еді. Таң атқанда Нұрсұлтан мен Ақсұлу бетпе-бет тұрды. Ақсұлу басын төмен салып: менің кім болғанымды енді білесің. Аршын бәрін айтты. Мені жек көрсең де хақың бар, деді ерні дірілдеп. Нұрсұлтан оның қолынан ұстады. Мен заң адамымын, Ақсұлу. Бірақ мен үшін маңыздысы адамның өткені емес, оның қазіргі жүрегі. Сен өзіңді сақтап қалдың, тағдырға қарсы тұрдың. Маған сенің өткенің емес, болашағың керек. Ерке шетте тұрып, екеуіне қарап риза болды. Ол бір жыл бұрын жасаған жақсылығының жемісін көрді. Бір адамның тағдырын құтқару арқылы ол бүтін бір махаббат хикаясын жол ашты. Арада бірнеше ай өткен соң ауылда үлкен той болды. Ерке Нұрсұлтан мен Ақсұлудың тойында бас құда болып төрде отырды. Ал Ақсұлу болса ақ көйлек киіп, бақыттан бас айналып, Еркенің қызын құшақтап тұрды. Ол енді өткені жоқ бақытты әйел еді. Міне содан бері Ерке мен Ақсұлудың арасындағы ағалы қарындасты, ерекше бауырласты сезім қалыптасты.